күні айта берейін ба? Bir күні bir екі сұлу қыз болыпты. Оның аттары Айсұлу мен Күнсұлу. Сосын екеуі ойнап жүргенде мен сұлумын деді, жоқ мен сұлумын деп екеуі жанжалдасып қалады екен. Сосын екеуі Күнсұлу Айсұлудың бетінен тырнап алғаннан кейін, екеуі жанжалдасып қалғаннан кейін, сосын бастаймыз. Айсұлу мен Күнсұлу кім болған? Екі әпке, екі көрші, екі сұлу қыз. Екі сұлу қыз болған. Қыздар не үшін ұрысты? Киім үшін, тамақ үшін, кім сұлу деген талас үшін? Кім сұлу? Таласы ұрысты, Күнсұлу ашуға булыққанда не істеді? Жылап кетті, Айсұлудың бетін тырнап алды, үйден кетті. Айсұлудың бетін тырнап алды. Айсұлу қай кезде көрінеді? Күндіз, түнде, таңертең? Түнде. Айсұлу түнде көрінеді. Күнсұлу не үшін түнде шықпайды? Ұйықтап қалады, өкінеді, ұялады, қорқады? Өкінеді. Өкінеді, ұялады. Молодец. Апай Айсұлу мен Күнсұлу деген ертегісі бір өткен заманда Айсұлу мен Күнсұлу деген қыз болыпты. Екеулері күнде таласып, мен сұлумын депті. Бір күні қатты ұрсып, Айсұлу айтады Күнсұлуға, мен сенен сұлумын дейді. Ал керісінше айтады, мен сенен керісінше сұлумын дейді. Айсұлу қатты ұрсып жатқанда Күнсұлудың бетін тырнап алыпты. Ал Күнсұлу ұялғаннан күнде шығыпты, күнде көрінеді. Ал Айсұлу түнде көрінеді. Екеулері. Айсұлу мен Күнсұлу бір-біріне кім болған? Екі сұлу қыз болған. Қыздар не үшін ұрысты? Кім сұлу? Күнсұлу деп ұрысты. Талас үшін. Күнсұлу ашуға булыққанда не істеді? Айсұлудың бетін тырнап алды. Айсұлу қай кезде көрінеді? Айсұлу түн кезінде көрінеді. Күнсұлу күн кезінде көрінеді. Күнсұлу не үшін түнде шықпайды? Ұялғанынан. Ұялады, сосын тырнап алғанына өкінеді.